музыка болса, болмаса. Programlarımızı zaten fazlaysa, kelime konmakları programlarımızı kalmışır. Sırasını birlikte herkesin yoluyla. Programlar programlarımızda. Sonra programları olacaksın bilmiyorsun. Sen kendine düşünüp
Барлығыңызға ішіміз қалған сияқты алыс жолдан келген керемет енді барша құдаларымызбен қауышып бауырымызға бассақ, ендеше сіздерге арнайылап жайылған ақ дастархан басында жайғасайық. Бірер сәттерден кейін өздеріңіздің үшін орнымызда тұрайықшы бірер сәттерге. Бола ма? Керемет ендеше сіздердің алдарыңызда бүгінгі тойдың негізгі кейіпкерлері өздерінің жарымен бірге орта қалдырсақ. Бір қошемет болсыншы бір. Жастар орта қалдырайық. Бәрекелді. Енді қарап тұрсам енді сіздердің тойларыңызға тойшыны мен бұларға қарасам басқа біреудің тойына бір келе жатқан сияқты. Бір кредит төлеуге келе жатқан адам сияқты. Бір өзіміздің тойымызды ұқсатып келейікші. Мен сіздерді ана жерден жеке-жеке шақырайын. Есіктің қасына барыңыздар. Мен сіздерді жеке-жеке шақырайын, бір той ұқсатып бір көңілді келейікші. Бір керемет музыка болса, иә? Бәрекелді. Ендеше сіздердің алдарыңызда Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Роза Рымбаеваның сіңлісі Мейрамбек Бесбаевтың туған жиені келіндеріңіз ортаға шақырайықшы. Бір керемет ән бола ма? Билеп келейікші. Билеп келейік. Бәрекелді. Келесі ортаға Қазақстанның спорт шебері Зульфия Чиншанлының туған бұратаны Геннадий Головкиннің тренері Жасұлан ұлдарыңызды ортаға шақырайықшы. Келіңіз. Жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер, мына біз жігіттер, армандай жігіттер. Бәрекелді, рахмет. Ендеше жастардың орнына жайғастырмас бұрын енді бүгінгі тойдың негізгі кейіпкері өзіңіз болғаннан кейін сіздің бұйрығыңызды алайын. Тойды бастаңыз деген бұйрық беріңіз. Тойды бастаңыз. Керемет енді. Орындарыңызға жайғастырыңыздар болады. Жастардың орнына жайғастырайық. Не деген шапалақ, не деген қошемет мынау ағайындар. Бұндай шапалақты бір ешқандай тойдан көрмеппін ағайындар. Бүгін той, бүгін қуаныш, өзіміздің тойымыз. Бір жақсылап бір қошемет ұрып қояйықшы. Бәрекелді. Ендеше сәлем сөздің анасы дейді. Ассалаумағалейкум кісілерге, уағалейкум ассалам кішілерге. Әуелі Алла ауызға түспесе егер, оңайлықпен баспайды, ісім өлгенін алдымен амандасып алайын. Бәрекелді, рахмет. Бісміллах деп сөз бастадық. Мына кеше бір тойда бір атамыз айтады, біз қазақ 300-ден бөлінген қазақпыз дейді. Негізі олай емес. Біз 300-ден құралған қазақпыз ағайындар. Ұлы жүзді ұлық деп, орта жүзді белбала деп, кіші жүзді найзанелдің ұрпағы дейтін болсақ, сонау орта жүздің ішінде арқын руында бір үлкен той ағайындар. Сол үшін бір қошеметтеп қояйық, жалпы біле білсеңіздер, осындай тойды тойлайтын да бұл арғындар. Кез келген жерде мәдениетімен мақтан алатын да бұл арғындар. Үйіне қонақ келгенде барын ақтара алатын да бұл арғындар. Келген қонағымен бірге көңіл көтеріп шаттана алатын да бұл арғындар. Қызына тиіскендерді аялайтын да арғындар. Қыздарын өздері аялайтын да бұл арғындар деп. Арғындар үшін бір болса қояйық. Бәрекелді, рахмет енді. Әдептен озбай, уақытты созбай, кез келген нәрсенің басы болады, ортасы болады, аяғы болады демекші. Ендеше бүгінгі құдалығымыздың, бүгінгі кешіміздің шымылдығын ашып беруге осынау тойда отырған Жасұландай ұлдарымыздың ата әжесі Айтбай ата мен Сақыш әжемізге тос кезегі бергенде жөн көріп жатырмыз. Отаға келейікші бәрекелді. Азаматтың адамына келейікші. Бүгінгі болса билеп келейікші.
сабыр ата, сабыр енді. Керемет. Мына қазақта жақсы сөз бар. Мына біздер асабалар тойға тілекке шақырамыз ғой. Осындай ата әжелерімізді шақырған кезде билеп келіңіздер деп айтамыз. Сонда әжелеріміз айтатын, бізге не бар, жастар билейді ғой деп. Қазір осылай міне ата әжелеріміз билеп шығады да жастарымыз ұялып шығады. Мына қазақта жақсы сөз бар, Абылайдың басында шаппағанда атаңның басында шабасың ба деген. Сол секілді міне қуаныш өзіміздікі, той өзіміздікі, ата әжелерімізге бір риза болып тұрып. Ендеше ер азамат әрине көш бастайды, өзіңізден бастайды. Бір бата тілектеріңіз болса, айтып отырыңыз. Ал міне бүгінгі құда баларымыз басымыз қосып мына тойға келіп отырсыңдар. Бәріне рахмет. Мына тойға қосыла берсін. Мына көргенде бар, көрмегенде бар. Мына бәріне сәлем. Ассалаумағалейкум деп сәлем беремін мен де. Мына көргенде бар, көрген құда кеше келгенде бар, келмегенде бар. Сол енді мына дастархан үстінде танысуға бәрінің басын қосып отыр міне. Бәрі құда. Үлкен де бар, кіші де бар, бәрі құда. Мына құдаларын. Енді мына Астанаға дәм жасап, мына Шымкенттен, мына жас құдамыз келіп отыр мына Шымкенттен. Мына екі ел қосылып отыр, Астана мен Шымкент қосылып отыр міне. Дәм жасап біз мына Шымкентпен құда болып отырмыз. Қайырлы құтты болсын осылай. Мынау дәм ғой, біз Шымкентпен құда боламыз деп ойлаған жоқпыз біз. Енді Алла екі баланың арқасында міне Шымкентпен құда болып қалдық. Шымкентпен құда болып қалдық міне. Мына екі баланың бақытты болсын, өмірлері ұзақ болсын, босағалар берік болсын. Сіздерге бізге қуаныш әкелсін. Қуаныш әкелсін. Екі мен де сіздің балаңыз, біз алып отырмыз. Сіздер біздің баламызды сол екеуі қосылып, Алла міне қосып отыр. Оны міне келіп қалған мына Шымкентке көп рахмет енді. Бәріне де рахмет енді. Мына тойды бастай берейік. Гулят, екі бала бақытты болсын, бастар аман болсын, дендері сау болсын, босағалары берік болсын, екі жақта аман болсын, осы қызық бола берсін, қызық думаннан айырмасын Алла. Босағалары берік болсын, дендері сау болсын, біз сияқты немере шөбере сүйетін болыңдар бәрін. Амандыққа, саулыққа, ал аман есен ауылдарына жетіп, сәлем айта барыңдар. Үлкендер қалыпты ғой, үлкендерге сәлем айтыңдар барып. Осы енді екі балаға бақыт тілейміз. Босағалары берік болып, бақытты болсын екеуі. Ал. Ортадан кетпейміз. Әжеміз қайда барады? Келдіңіз. Бәрекелді, мына жалпы аталарды көріп жүрміз. Бірақ бұндай тақиясын тастамай жүретін аталарды мен көп көрмеймін. Бір қол соғып қояйықшы. Міне жауылықпен жүр. Кереметтей тілектерін арнады. Ата әжемізге не айтамыз? Мұсылмандай пендеміз, Алланы мақтар. Жетелейді біздерді алға әруақтар. Әдемілеп тілегін айтып жатыр. Тілектеріңіз қабыл болсын. Аллаху акбар деп қояйық. Бәрекелді. Бір естелікте суреттер түсірдік па? Бәрекелді ендеше. Түсеміз ба? Естелікте суреттесек, ортаға жақсылап тұрайық. Бүгінгі тойдан естеліктер біздің немерелерімізге жақсылап көрсетіп отыруға. Albanmaz
Sevdiğimin şanına arıların alıştasın. Hiçbir şey olmaz koluna, yumurta ustasın. Aksaydı ona erdi, yindi jokak kullanın. Çiğdilmin şınjarlaki, sizdi yapmalığa. Altında şovlaymasana. Bir kelgende осы қонақтардың ішінде бір әртістік қабілеті бар жандар бар ма? Бар ма? Мен қазір шетелдің әртістерін, қазақтың әртістері мен аттарын атайын. Солардың образдарын жақсы етіп бір сомдап беретін адамды маған атап берсеңіз, мен өзім шақырып аламын. Келістік па? Ендеше бірінші қатысушымыз қазақтың ерке қызы Ерке Есмаханның рөлін сомдайтын жан болса, кім шақырамыз? Бейбіткүл Құдағи. Бейбіткүл Құдағи бар ма? Келейікші. Bir қошемет болсын, қошемет болғанда шықпай да. Келіңіз. Келеген бейбіт құдайы. Керемет. Ендеше келесі екінші қатысушы шетелдің әншісі Алла Пугачева. Алла Пугачеваның рөлін жақсы етіп сомдап беретін жан бар ма? Бар. Алма Құдағи. Alma Құдағи дейді бар ма? Келіңізші. Ай және білейші, орыста болсын. Рахмет. Керемет. Үшінші қатысушы бізде Натали. Наталидің рөлін сомдайтын жан бар ма? Кім? Маржан апамызды келіңізші. Наталидің рөлін сомдайды. Ай, образын алсаңызшы. Бәрекелді. Натали ма? Негізі мен де танымаймын. Натали деген сіз емес пе? Жарайды. Как көреміз. Келесі қатысушы Гүлбадан апамыз қайда кетті, келіңізші. Гүлбадан апамыз, келіңіз. Олар сіз айтпасаңыз да алып қойған өзі. Бәрекелді. Енді келесі қатысушы ер азаматтардан болса, Тұсайды танимыз ба?
Sizlerдің өлім сондай жабылса. Кім шақырамыз? Айдар құда. Айдар құда дейді. Бар ма? Бір құдамызға қошемет болса. Айдар құда. Бар мызырады. Бәргенде, мына қазақтың мега жұлдызы Қайрат Нұртастың өлім сонда беретін жабылса. Қайраттың өлім жақсы сондайын бар ма? Құдамыз, кім шақырамыз? Рахым берді құдамыз дейді. Барма? О, Қайрат Нұртас! О! Неше ұқсай дегені? Бәркелді мұна қазақтың атын әлемге танытып жүрген өздеріңіздің әнші ұлдарыңыз Димаш Құдайбергеновтің өлім сондайын жан бар ма? Бар ма? Атын айтсаңыз мен шақырып алайын. Аят дейді, келіңізші. Сіз қойды бұнымен орыс жүріп қойды. Жастардан дауыс шығып отырген бәркелді. Бәркелді енді ойын шарты сіздермен таныстыра кетейін. Ойын шарты аса ауыр емес. Сіздерге қазір микрофон ұсынамын. Сіздер аталған әртістің рөлін жақсы етіп, соңынан халықтың көңіліне шықсаңыздар болғаны. Келістік пе? Қосылып тұрсаңыздар болды. Образын жасасаңыз болды, сол жетеді. Дайынбыз ба? Ендеше бізде бірінші Ерке Есмаханға кім шықты? Келіңіз. О, Ерке Есмахан. Жасыңыз неше? О, Ерке Есмаханның жасы 61. Бәркелді, микрофон алыңыз. Алдарыңызда қазақтың ерке қызы Ерке Есмахан. Музыка çalayın. Бәркелді, бізде екінші қатысушы Алла Пугачевая, келіңіз. Сіз ба? Құдағи қатырыңыз давайте. Бәркелді, сіздердің алдарыңызда өнер көрсететін шетел әншісі Алла Пугачева. Рахмет болсыншы.
Sizlerде 4-cü қатысушы кәріс әншісі Сай. Бар ма? Бар ма деп Келесі бізде қатысушы Қазақстанның ең ажалысы Қайрат Нұртас келеді. Қайрат Нұртас микрофонды алады. Қазір халықты бауырын алады. Алмазының күні енді. Еші. Соңғы бізге қатысушы келіңіз. Натали. Натали екен ғой. Кішкене ер адамдардың араластырып қояйын деген ғой. Келіңіз. Сіздердің алдарыңызда орыс әншісі Натали. Микрофонды алыңыз, жақсы образын сомдасың. Натали бұл қошылық бар ма? Қошылық болса жарық сияқты қошылық. Айырылып жүрген. Şimdi kırmızı zavaz. Ama köyde sıradınız mı? Siz niye zavatsız? Oynamatsız ya. Oğuz dışına da kalma. Bereket. Koşun kalsınca. Zaten iyi ki koşun kalsın. Bereket önce son kalsınca. Kazak'ta 50 tanıtıcı bir imaj kılabildi. Al burası görgesi yeni görsellikleri.
Қазақстанда әнге танып жүрген, иә? Бәрекелді, даусым мықты екен, живой енді көріп жатыр. Қойындап отыр. Ой, бәрекелді. Жеңімпаз кімге береміз? Кім жеңімпаз? Димаш дейді. Біреу Құсай дейді. Кім? Құсай дейді. Сіздердің ойларыңызша кім? Біреу Қайрат Нұртас, біреу Натан дейді. Ендеше бұлай ғой, мен өнер көрсеткен жандардың аттарын бір-бірден атап шығайын, иә? Бір қошемат олып шығайын, иә? Керемет, бірінші өнер көрсеткен қазақтың ерке қызы Ерке Есмахан деген шапалақ бар ма? Әзірше бірінші орындасыз. Пока что. Көреміз қазір. Келесі өнер көрсеткен, екінші өнер көрсеткен шетел әншісі Алла Пугачева деген қошемет болса. Бәрекелді, келесі үшінші қатысушы бізде Наталья. Наталья деген қошемет болсыншы! Амалы жеңіс күштері. Бәрекелді, бізде төртінші өнер көрсеткен кәріс әншісі Құсай. Бәрекелді, бізде бесінші қатысушы қазақтың мега жұлдызы Қайрат Нұртас деген қошемет болды. Керемет өнер көрсеткен алғысып шапалақ. Бәрекелді, бізде соңғы өнер көрсеткен қазақты әлемге танытқан Димаш Құдайберген. Шапалақ! Бәрекелді, мына жерде қарап тұрсам, баршасына көбір бірдей сияқты, иә? Дружба жеңді десек бола ма? Бәрекелді, ендеше дружба жеңді. Бір топ иелерден азғана сый-сыйғанды. Тойды қолында қалуымызды. Еще пожалуй, ала келмей. Бәрекелді, ағамызға жайғасты, кешімдерді қағазды келді. Oyunda akmahalanı Eşkinde sezilmeyen Şuuruzun arasını Kırlayın arasını Öykümün sırdaşı Gözüm bulmazsa benim Ay bulmaz kalamam Gözüm köyüm karanım Tavsırıkmaz kalamam Şuuruz bir arasın Kırlayın arasın Öykümün sırdaşı
Құдағи, Айдар, Алма, құдалар, рақым берді құда, бейбіткіл Құдағи дейді. Осы аталған жандар болса, той төріне. Жасұлан бақытты бол. Лаура, ты в хорошую семью попала. Люди карапаим, такие спокойные, милые, добрые. Я хочу сделать комплимент. Я өз құдағиымды, я называю, үш құдағиым бар, Құдай берген, үш ұлымыздың. Я в Бағдат құдағиымды однозначно сразу назвала моей красавицей. Она у нас красавица. Пәт-пәт көзден сақтасын. Что я заметила сразу? Лаура похожа на вас. Это однозначно. Говорят, вот қыз да, келін, енесіне тартса, бақытты болады. Я. Мен онша қазақша білмеймін, я ученица советских времен. Сама зайчка, честно говоря, кешіресіздер. Лаура, ты попала в очень хорошую семью. У меня шмат, келін, золотая келін. Өте қуаныштымын, сендер бақытты болыңдар. Тойларың құтты болсын. Бәрекелді, киіп алып от көйлек, көп сөйлемей дөп сөйлеп, аузыңызда ақ тілек, үстіңізде көк көйлек. Сізді де тіл көзден сақсасын, тфәй деп қойды. Бәрекелді бір, той есімі өге бұлғата қапамыздан бірге жесеңіз күліп көтірейік. Бұл қолымызға лошын алайық. Жарай, шақ болса да болады. Кендеше, мен қазір бір-екі деп айтам, сол кезде бір-біріне соғыстырамыз. Түсіндік па? Бір-екі. Бір-екі. Бәрекелді, бұл, оны нешін жасап жағын ойлайтын шығарсыздар. Бұл ел келді деген сигнал ағайындар. Кербеден егетке дайындалайық. Бүгін аса дайындадық, кешкі арындар. Бұл тойға қайғылар кеш қалмақ. Қарсалыңдар ағайындар ендеше алдарында ұлы асың беш бармақ. Қарсалайық. Қазақстан елшік шамалы беш бармақ. Кімден сұраймыз? Міне, атамыздан сұрайық деп жатыр бір ауыздан. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мынау беріп отқан астарың қабыл болсын да, мәрім болсын, дені сау болсын. Осы тойға ас келіп отыр ғой. Осы бәрімізге қабыл болсын, не берсе қайырын берсін, бастарың аман болсын. Осындай дастарханға басымыз қосыла берсін, құдаларың көп болсын, ойындар жоқ болсын. Енді Бисмиллахир-рахманир-рахим деп, мына дастархан береке берсін, мүлкі иман істеке қайыр сатыр. Әумин ата, тілегіңіз қабыл болсын бірге. Атамыз жақсылап.
Келіңіз. Келіңіз, той құтты болсын, ақшаларында жұмысты болсын. Ендеше Гүлбадан анамызға да бір сөз кезегін берген өзінің өткізетін бір қазақи рәсімі бар екен. Мархаба. Қош келдіңдер, құрметті құдалар. Анау жақтан Шымкент қаласынан бізге Нұр-Сұлтанға ат тербетіп келгеніңізге көптен көп рахмет. Осы отырған менің туыстарыма, құдаларыма, осы менің ұлымның кішкентай болсын тойымына келгеніне көптен көп рахмет. Бүгін менде өте қуанышты күн. Өз міндетімді орындап, ұлды ұяға, қызымды қияға жіберіп отырмын. Соған өте қуаныштымын. Жүрегім қуанышқа толып, үлпілдеп отыр. Енді Құдағи сізге үлкен рахмет. Осындай қызды бізге беріп отқаныңызға. Осы Лаураның атасы, әжесі Лаураны өсірген. Ол кісілер ауылда қалып келе алмай қалды. Сол кісілерге басымды ием. Үлкен рахмет. Осындай немересін өсіріп, тәрбиелеп, бізге тапсырып отырған. Сол кісілерге рахметімді айтып, бізге кішкентай болса да сыйлығымыз, атасына алтын сақина, әжесіне күміс білезік сыйлауға. Лаура қызымды, құдағы қызымдай ұстаймын. Мен құдағыларым незге қандай біз өзіміз күйеу бала, келін деп бөлмейміз бізге. Енді сізге рахмет, осы Лаура деген қызымызды мәпелеп, өсіріп, бәрі жағдайын жасап, оқытып, бізге осылай тапсырып отырғанға. Енді сізге сол рахметіңіз үшін сіз бізден сыйлық алтын набор қабыл етіңіз. Лаураның туған сіңілісі бар екен, Айдана. Сол қызымызға қабылдаңыз алтын білезік. Енді құрметті құдалар, құдағымен бірге құдағайдың туған ағасы келіп отыр. Жеңгесімен құдағайдың інілері келіп отыр. Келіндермен сол кісілерге бізден сыйлық, ағаларына, інілеріне конверт, жеңгелеріне, келіндеріне алтын сақина.
енді қазақтың рәсімі бойынша қабыл етіңіз. Өлі тірісі бір малдың құны. Money, don't be funny. Қазақ дәстүрі бойынша қалың мал $1000. Money, don't be funny. Money. Құрметті құдалар, ең бірінші біз құдағы екеуміз ойлаймыз, балаларымыз бақытты болсын. Балалар бақытты болса, сол бақытты болу үшін біз өзіміз тырмысу керек, өзіміз жағдайымыз жасау керек. Сол құдағы екеуміз бір мақсатта жүрміз ғой. Сол балаларымыз аман болсын, бақытты болсын. Елімізді бірдеңе қамтамасыз ет. Бәрі-бәрімізді кереметте қазақ дейтін қонақжай халық қой. Керемет еді. Қошеметті қойыңыздар еді. Сыйлықтарыңыз құтты болсын, еңбектеріңізге жарайсын. Рахмет. Ендеше міне тағы бір осында отырған алыстан сонау Шымкенттен келгені жаңа құдаларды ортаға шақырғанды жөн көріп жатырмыз. Барша жаңа құдалар келіңіздер. Өзіндік болса, келейші. Шымкент келгенсі болсаны білейші, келейші. Жоқ, мені алдаған, сұлысың неге солуып. Дашымына сәлғана, білектерің жауап. Бага таныстырмайынша кішкене көңіліміз орнына түспей, кімнің кім екенін дұрысталмай, оны біріншіден ағамнан бастасақ. Бірінші кімнің кім екенін бір ауыз айтып өтсе сіздерге. Құрметті құдалар, біз өзіміз таныстырып өтейік. Жаңа білмей отырмыз, кімнің құдаша екенін, кімнің құда бола екенін. Содан кейін өзіміздің ыңғайын ыңғайсыздан отырмыз сіздеріңіз. Бірінші өзім таныстырып өтейін, біз өзіміз 5 бала бір қызбыз. Жанұяда. Үлкен ағамызбен жеңгеміз келе алмай қалды. Екіншісі мен, атым Шәкен болады. Мен үйдегі жолдасым Нұрсұлу. Онан кейін Айсұлу қарындасым. Онан кейін Ағаділ, інім мен. Үйде келе алмай қалды жұмыстармен. Бәріміз бір тәуіп өтсе үйде қалай қайдан керек қой. Сол, онан кейінгі інім Сабыржан, үйдегі келін Бақытгүл, онан кейін ең кішкентай ініміз біздің. Көріп тұрған шығарсыздар, ең кішкентай Қаражан атты. Анау құдамен түйедей жасты әке-шешеміз бар. Сол кісіні барып қарап отқан осы ініміз Мұхан, үйдегі келін Динара. Осы кісі. Онан кейін енді бір түсіндірейін. Біз өзіміз Асан Үсен елтірден тараған жандарымыз, сол кісінің ағасының немересі, немере қарындасымыз. Осы Астаналық, Нұрсұлтандық қой қазір. Бұл да Нұрсұлу қарындасымыз. Бұл кісі осы жерден. Жолы үлкен бұл кісінің бізден. Міне осы біздің неміз. Ағы Құдай қаласа оңтүстікке барғанда көре жатасыздар. Ағайын туысқанды көресіздер. Жетері Құдай қаласа сіздер тұсап. Ал, құрметті құдалар, мынау бір себеп беріп отырған 2 жас көл жерде. Оңтүстік пен арқаны алтын көпір салып отырған осы жастарымыз бақытты болсын біріншіден. Сол алтын көпірімізде Құдай қаласа жақсылыққа, тойға жүре берейік соны. Құдалығымыз мың жылдық болсын. Әр уақытта тойға, қуанышқа, осындай кең дастарханға, кең пейілдерімізге
жүре берейік. Жастар бақытты болсын. Ата-апамна құдалықтарымыз құтты болсын. Міне енді жаста болса жаңа Гүлекең маған құдағи десе, как будто маған айтылып жатқан жоқ сияқты, маған неприлично болып тұр, құдағи деген. Иә, жан-жағыма қарап қойым, кімге айтып жатыр деген. Басты себепкер мына Жасұлан мен Лаура бір-бірін тауып, тіл табысып, өмірге бірге аттанайық деп мақсат қойған екен. Бұл мақсаттарын біз әрдайым қолдаймыз, әрдайым тілектес боламыз, әрдайым қолдау көрсетеміз. Енді өзіңіз айтпақшы, осылардың мақсатына біз енді өмір бойы атсалысатын боламыз. Қуанышына да, бірдеңені ойласа, вообще өмірінде араласатын адамдармыз. Ол екеуін былай қойғанда біз енді туысқанбыз ғой, ең жақын. Ең жақын сол құдағи. Сіздердің туыстарыңыз маған туыс. Мен енді көріп тұрсыздар, бауырларым міне. Әртүрлі нәрсенің өзінің жолы болады, өзінің беретін орны болады демекші. Сыйға сый, сыраға бал демекші. Бізде сол жайлап өзіміздің сыйымызды көрсетсек, жөн жаралысымен бірінші соң жеткізіп алайық, содан кейін тілектерді жалғастыра беремін менің бауырларым. Сол ең бірінші осы жердің Жасұланның тұқымынан анау басталып келе жатқан ата мен әженің сыйын берсек бір-біріне. Енді ол кісілердің жолын ата мен апаға Бәрекелді, апамыз бен атамызды ортаға алдырайықшы деп жатыр. Арнайы табыстағанда жүргізіп жатыр екен. Атамызды апамызды ортаға алдырайықшы. Қошқар болсын атамыз бен апамызды. Бәрекелді, 50 жыл болған тақиясын шешіміне бөліп киіп жатырмыз. Бәрекелді, бас киіміміздің жаңа болған құттықтаймыз ата. Әжемізге де міне жөн жауаптарын беріп жатыр. Құтты болсын, бәрекелді. Evet, şanslar, görüşürüz. Rahmet. Endişe başarız. Şöyle kekliğe kadar şırakşı, şarkı kadar. Bir kadar şırak başarız. Bereket енді сіз апатына табыстасақ бір жасында десетке сөйлете түсіп алайық, иә?
жастармен бірге суреттесіп алсақ бірінші. Гүлбағдат құдағи, осында бір сіңілім бар деуші едіңіз туған. Айтқаныңыз қайсысы, сеніңіз қасыңда бір не сіңілің, не әпкең болған. Енді ес білгелі қасыңызға серік, сырлас болып келе жатыр екен. Енді содан бөліп жатмай, о қызға да бір алтын сақина тақсақ деп құда-құдағилар, мінекей бүгін бір керемет кешке куәгер болып отыр. Әрине оған себепкер екі жас болып отыр. Оған бәріміз де қуаныштымыз. Жаңа құда-құдағилар айтып отыр ғой, мына оңтүстік пен солтүстіктің арасында көпір салып, мына отау ішіне үй тігіп, жаңағы мемлекетімізге және бір жанұя қосылды деп, құда қаласа сол жанұямыз биікте деп көрінеміз дейді. Не дейміз басқа, мінекей әрине толқыныстар болады, жаңа айтып жатыр ғой. Сәбер өзі алдағы айттыңыз, оның ішінде бірақ қыз деп, біздің Айсұлу десе өзі Айсұлу, ақына заты сай, өзінің қызметі де өзіне лайық деп ойлаймын. Осы біздің Қазақстанда бармаған жері жоқ, жұмыс жасамаған жері жоқ, яғни қызмет бабымен. Мінекей бұл Айсұлудан өсіп өніп отырған Лаура қызымыз да кем емес, мамасынан асып түседі. Әрине бұл қыз оқуға түсіп, келгелі осы жерде, сол кезде ақ жүрегіміз толқыған. Әрине қыз үйден шыққаннан кейін ол қайтып келмейтіндігі барлығымызға белгілі. Сол кезде бір жүрегіміз шым еткен бір жағдай болған екен. Сол жағдайдың арқасында мінекей Астанаға да келіп тұрмыз, осы қыздың қуанышы үшін, осы қыздың бақыты үшін. Жаным, Лаура, не деймін? Мінекей жанында өзің сияқты әп-әдемі, өзіңе ұқсаған жолдасыңды тапқан екенсің, бақытты бол. Әрқашанда жолдарың ашық болсын. Жанұя болғаннан кейін оның қызықшылығы да қиындығы болады. Соның қиындығын жеңіп, қызықшылығына, жетістігіне, баспалдығымен көтере беріңдер дейміз. Яғни қызметтерің өсе берсін, елімізді, елді бағындыратын, биіктерді самғататын үлкен жанұяның бірі болып, қыз бүкіл жұрт қызғатындай жанұяға өсіп беріңдер дейміз. Бақыттардың осындай толғаныш үшін. Құрметті құдалар, жекжаттар, жиналып отырғанымыз, келіп отырғанымыздар, мына екі жастың арқасы. Осы екі жас Лаура қызымызбен жаңа Жасұлан күйеу баламыз бақытты ғұмыр кешсін. Бұл жастар ұзақ болсын, дендері сау болсын. Күйеу бала 100 жылдық, құдалар 1000 жылдық деп, біздің құдалар мәңгілік болсын. Тек қана тойға жақсылыққа келейік осы Астанаға. Қызықшылыққа келейік, сіздер де барыңыздар оңтүстікке. Құда қаласа жолығамыз жақсы жерде, тойларда. Амандықта, жақсылықта. Бәрекелді, сөйлеп болдық па? Сөйлейміз бе? Мархабат. Мінекей қара шаңырақтан келген інімізге деп жатыр, ағамыз әрине. Мархабат. Құдай жатпасын қара шаңырақтан, әкешеміз тірі. Не дейміз мынау? Баламыз 1000 жылдық болсын. Құдай қаласа мынау Лаура күйеу баламыз Жасұлан таныстырмадыңыздар ғой енді.
Танса жатамыз. Бақытты болсын, құдай қаласа. Өліші өлі болсын. Келесі жыл мынау бесік тойға келейік. Ал, сол үшін жақсылап. Саламатсыздар ма? Екі жастың бақытына келіп алған қауым. Мынау атамыз бен апамыз үлкен сәлем айтып жіберді сіздерге. Өздері мына жолға шыдай алмайтын болғаннан кейін бізді жіберіп отыр. Лаура менің өзім көз алдымда өскенбіз. Мен 3 қайын сіңілім бар тұғым. Келіп болып түскенде үшеуі де көз алдымда өскен, көз алдымда ұзатып, көз алдымда бәрі семьялы болып кетті. Күйеу бала екеуіне бақыт тілеймін. Құдай қаласа үлкен семья болып, көбейе беріңдер. Барлықтарыңызға да жақсы болсын осындай той. Бақытты болыңдар. Счастье в этом мире большом. Құдалық құтты болсын, жастар бақытты болсын. Жаным ола, сені жақсы келін болады деп сенеміз саған. Бақытты бол, аңсаған армандарың орындалсын. Бақытты болыңыздар, құдалықтарыңыз құтты болсын. Бәрекелді, міне ағамыздың сұрауы бойынша Нұрсұлу ағамызға сөз кезегін беріңіз деп жатыр. Мархабат. Не дейміз мынау? Құдалық құтты болсын біріншіден. Мынау күйеу 100 жылдық дейді ғой, құда 1000 жылдық дейді. 1000 жылдығы ата берсін. Бізде оңтүстікте айтады ғой. Қыз деген барған жерге тастай батып, судай сіңсін дейміз. Бақытты болсын. Ақ жол. Бәрекелді. Тойдан кейін болмасынша ерегес жұрт алдында болмас үшін келемеш. Дәл осылай той өткіздік, ағайын. Бұндай тойым анау-мынауға тең емес. Айсұлудай анамыздан нәр алған апамыз айтпақшы, Лаура қыздан да ешкімнен кем емес деп бір қол салпайға. Қуаныш деп, бүгін той деп, біз күлдік, қуаныш деп, ұрпағырсын деп артқа да із қылдық. Тойларымыз той қаласын, ағайын, құда 1000 жыл, күйеу болсын 100 жылдық деп бір қол салайық. Бәрекелді, енді болса, құдалардың құрметіне бірден отырғызғаннан гөрі ортаға бір билеткенді жөн көріп жатырмыз. Жаңа құдалармен бірге айқайлап, ұйғылап бір ортаға жақсылап билейік. Сіздердің құрметіңізге бір жақсы ән қосылсын. Мархабат.
Dime dime benimle kara valisi Mazhar canım sümme sümme zera Kalıptı jölyerimde Gözüm gözüm senin gözümde Uyanmış günümde bir denem Uyanmış aşkımda bir denem Жасұландай ұлдарыңыздың өз жұртынан бір ел азамат болса, құдалармен көз қарыстыратын, және де жаңа келген құдалардың арасынан бір ағаларымыз болса, құдасымен бірге көз қарыстыратын. Бар ма екен? Бір келімде атамыз шығып көре жаны. Айшай атамыз яғын. Бар келімде келіңіз. Бір ғана шығай. Şimdi arkadaşlar Gelinize buralar Buna Қазақта көз қабыстыру дейтін рәсім бар ағайындар. Кезінде қазақ қыз алысып қыз беріскенде қалай көз қабыстырған білесіздер ма? Бuna ер азаматтар батырлар сияқты екі төбенің басынан бір-біріне жүгіріп келіп, бір-біріне қауышып келіп, соғысқан кезде арасынан шаң шыққан екен дейді. Сол секілді бірінші құдаларымыздың көз қабыстыру рәсіміне көп олайға керемет еді. Арамызды ашайықшы, алшақ тұрайық, бір-бірімізге мың келіп жүгіріп соғайықшы. Бәрекелді. Кішкене ашайық, араны ашайық. Сіз ана шеттен
атамыз мына шеттен. Сіз 2 мыңмен жүгіріңіз, енді атам 1000-мен жүгіретін шығар. Бәрекелді. Ал кеттік. Құдалардың төс қағыстыруын көрейік, көріп олайық. Ал кеттік. Жүгірейік. Ой, ағамыз. Başım elden Kırmızı kötüleyişe. Sizge qaraganda adam quvonchisi demiş keldi. Barakalli yerda. Barakalli. Kerak endişe Xudoylarning ko'z qag'istiruvini ko'raylik. Kelingizlar. Endi sizlarni alыстан ekan bir-biringizga so'g'istirmay qo'yay. O'rinsiz bo'ladi. Endi bir-biringizga qarab qarshi turingizlar. Yaqinda turingizlar bir-biringizga. Men hozir aytaman, siz aytasiz. Qo'lingizni ko'taringiz osmay. Xudoy uruspaymiz. Aytamizmi? Siz aytasiz, qo'lingizni ko'taringiz. Qancha degan men qiz berganning nazi bor deydi. Uruspaymiz, urusdan qarab turmay. Keldikmi? Birinchi Jazlonda yo'llarimizning anasidan so'ra, Gulbog'dan anamizdan so'ra. Ket. Xudoy, uruspaymiz. Siz уже urusyapsiz. Keyin taqdir ayting. Xudoy, uruspaymiz. O, niye urushqanda? Barakallah. Endişe Aysuv qilib aytib ko'ring-a. Uruspaymiz, urusdan qarab turmay. Uruspaymiz, urusdan qarab qolmay. Ay, barakallah. Endi qancha degan qiz bergan nazi bor deydi qo'y. Әрине, әзіл uruspaymiz. Ishmi? Және де uruspaymiz. Ishni o'tib qo'rqinday saldi qo'y, Xudoyimiz endi. Barakallah endi. Bir-birimizdan quchoqlab, to'simizni qag'istirib qo'yaylik endi. Va Xudoyning qanday boshimiz bo'lsincha. Barakallah endi. Xudoylarning da bir yaxshi to's qag'istiruvini ko'rdik. Endişe olsa Қазақта жақсы ырым бар, құйрық бауыр жегізу деген. Енді сол рәсімге кезек бергенде жөн көріп жатырмыз. Bir жеңгелеріміз болса құйрық бауырды ұсынатын. Болды ма? Бәрекелді алдарыңызға құйрық бауыр асату. Келіңіздер. Бәрекелді алдымен құдаларға осындай бір-бірден алайық. Енді жастарға үлгі болсын, өздеріңізден кейінгілерге үлгі болсын, бір-бірімізге асатайық. Бірінші құдамызға. Түгелдей жеп қойайық. Қалдырмаймыз. Кезінде ол сөйлегенде өкпелі итшіп кеткен бауырды қалдырған дейді. Сол секілді бауыр басып жүрейік. Мінекей енді құдағилардың бір-біріне құйрық бауыр асату. Bir-birimizga asatayıq. Olsun. Tügüldeyim. Diyetama ama. Енді жастардың той үшін енді бір-бірін жеп қояқ шығарсыз енді. Бәрекелді енді бір естелікке сөйлеп кетсіз ғой жақсылап. Бәрекелді бірінші дастарханымыздың батасын қайырайық. Елеремін. Дастарханға береке берсін, жастарымыз бақытты болсын, әр уақытта осындай кең дастарханға, кең қуанышқа келе берейік. Құдалығымыз 1000 жылдық болып, әр уақытта қуаныш той, жастар бақытты болсын. Әмін, балаңыз қабыл болсын, аға. Мына қазақта жақсы сөз бар. Жастардың тілегі қабыл болады дейді, соған сенесіз ба? Сенеміз. Бәрекелді, сенсеңіз алдыңызда тұрған жас мен болайын. Алдыңыздағы қарт сіз болыңыз. Енді мен сізге бата берейін, қолыңыз жайыңыз. Әмин. Астыңызда тақ болсын. Мінгеніңіз ат болсын. Жүрегіңіз ат болсын. 80-90-ға келгенде тоқаныл көңіліңіз шат болсын деп қояқшы. Әумин дейміз ба? Бәрекелді, үшінен айтты әуминдер. Бәрекелді ендеше, ортада қоншамыз түгелде.